Құрметті аудан тұрғындары мен қонақтары, су айдындарында суға шомылу кезінде міндетті түрде қауіпсіздік ережелерін сақтау керектігін естен шығармау қажет. Атап айтқанда, тыйым салынған жерлерде суға түсуге және балаларды қараусыз қалдыруға болмайтындығын ескертеміз. 2022 жылдың суға шомылу маусымы кезінде аудан аумағында 2 адам суға кету фактісі тіркелген болатын. Менің есімім Құсанова Шадболатқызы. Шыңғырлау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасының жетекші маманы боламын. Паразиттік және вирустық және басқа да аурулардың алдын алу мақсатында Шыңғырлау аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы мониторинг жүргізеді. Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау мониторингін жүргізеді. Ашық сулардан алынған су сынамаларын және топырақ сынамаларын микробиологиялық және де санитариялық-химиялық, паразитологиялық, вирусологиялық және де аса қауіпті инфекциялардың қоздырғыштарына іріктеу жүргізеді. Мамыр-қыркүйек айлар аралығында Шыңғырлау аудандық ұлттық сараптама орталығына микробиологиялық зертханасына 8 су сынамасы, санитар-химиялық зертханасына 8 су сынамасы, паразитологиялық зертханасына 8 су сынамасы алынды. Және де вирусологиялық Батыс Қазақстан облысының ұлттық сараптама орталығына вирусологиялық зертханасына 6 су сынамасы алынды. Батыс Қазақстан облысының обаға қарсы станциясына 12 су сынамасы тапсырылды. Тапсырылған сынамалар бойынша микробиологиялық көрсеткіштер микробиологиялық зерттеу хаттамасына сәйкес микробиологиялық көрсеткіштер бойынша Утва өзенінен ЛКП көрсеткіші, яғни лакопозитивті ішек таяқшалары анықталды. Және де осы анықталған сәйкес емес сынамалар хаттамасына сәйкес инфекциялық аурулар және де паразиттік, аса қауіпті инфекциялық аурулар тіркелмеді. Шомылу кезінде халық арасында паразиттік және жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында осы мына шараларды кеңес береміз, ұсынуды. Ұйымдастырылған жерлерде шомылуды және де белгіленбеген, жабдықталмаған және де тыйым салу белгілері қойылған жерлерде шомылуға қатаң тыйым салынады. Және де су қоймаларынан суды жұтуға болмайды шомылу кезінде. Және де су бұрқақтарда шомылуға тыйым салынады. Су бұрқақтардан және тоғандардан жемістерді қолды жууға және жеуге болмайды жемістерді. Және де қайнатылған суды ішу қажет. Осы айтқан шараларды ұстансақ, аурудың алдын аламыз.